Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бізге Назарбаевтың Шамалған ауылындағы ақсақал өз шындығын айтты. Назарбаев негізі қалмақ екен. Ақсақалдың сөзін тыңдап, барлық дәлелді көріңіз. Міне отырмыз, күн батты. Күн батудың, оны қойшы күн батуды. Еліміздің ертеңі не болады? Мынау Назарбаев бастырған қазақтың жауы өзінің дегеніне жетті. Мен ата бабамның кегін алам бұл қазақтан деген. Ақырында міне қазақтың мемлекетін, қазақтың ұлтын құрдымға кетіруге айналып отыр. Шын елім, жерім, халқым, ұлтым деген нағыз шынайы патриоттарды түрмеге қамап, абақтыға қамап, өлтіріп, асып, атып, құртып, ойына келгенін істеп жатыр. Ал маңайына тек қана байлыққа, ақшаға сатылған сатқындарды ғана жинап алып отыр. Бұл Назарбаевтың билігі қазақты құрту, тұқыммен, тұқпиянымен құртуды о баста жоспарлаған. Сол дегеніне жетіп отыр. Кешегі мықты азаматтарымыз Алтынбек Сәрсенбаевты, Заманбек Тұрқаділді, Батырхан Дәрімбекті, Нұрый Мұптақ секілді, Асқат Шәріпжан секілді азаматтарды нағыз қазақтың арқа сүйерлерін құрттырып алып, кешегі Алаштың бас қайраткерлерін Ахмет бастаған, Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов басқарған қазақтың қаймақтарын 37 жылы орыстың НКВД-сі қалай құртса, бүгін қазақтың бас көтерер қаймақтарын Назарбаевтың жүйесі қазақты құрттырып отыр. Және оны қазақтың қолымен біріне-бірін салып отыр. Енді қазақтың тілін жоққа шығарып, өз еліңде, өзіңнің мемлекетіңде дүкеннен қазақ тілінде нан сатып алу мүмкін болмай қалу деген не деген сұмдық? Бұл не деген қорлау? Оған қалай көнуге болады? Сондықтан әрбір өзін қазақтың азаматымын, кеудемде намысым бар деген азаматтар осын талап ету керек. Ал мынау шығып жандары шырқылап жүрген азаматтар, бұлар бір мемлекет төңкеріп, осы бір мемлекет тартып алайын деп отқан жоқ. Бұлар қалайда осы ұлтымызды қорғап қалайық, өлсек адал өліммен өлейік деп отқан. Ал бүгінгі жаңа желтоқсандықтарды мен желтоқсандықпын деуге намысым бармай отыр. Әрбір аудандағылар бүгін палау пісіріп, өздерінше қонаққа шақырып, бүгін мына митингіге жеткізді. Соған бейшара біздің желтоқсаншылар барып жаңағы қазан ошақтың маңайында жүрген көрінеді. Содан барып ол жеген күрішің тамағыңа тас болып қаралсын сенің. Ал мына жерде қалқың шырылдап, мынау жаңағы жандайшап полициясы, ОМОНы қалқыңды шырылдатып ұрып соғып атқанда, сенің тамағыңнан қалай ас өтіп отыр. Егер сен адам болсаң, бүгін барып қатын бала-шағаңның қасына барып қалай бетіне қарайсың? Ал ертең құрыған кезде, одан кейін ол шырылдадық де, онда не болады? Ертең ата бабамыздың аруағының алдында қара бет боласың. Ал мына бүгінгі Назарбаевтың билігі қазақты біріне-бірін қарсы қойып отыр. Әуелі ол шапырашты деп бөлінді. Оның шапыраштыға қатысы жоқ. Ол қалмақ жоңғардың тұқымы. Шапыраштыдан садаға кетсін ол. Ал шапыраштыны қазаққа қарсы қойып отыр. Енді бүгін келіп мына қазақтың жігіттерін, ОМОНын, полициясын, билігін, оларды қазаққа қарсы қойып отыр. Қазақты біріңді бірің қырып атсын. Менің жазығым жоқ деп рахаттанып, ана ұйғыр қазақтың шпионы, Қытайдың шпионы Кәрім Мәсімов деген ұйғыр бар. Ол Қытайдың шпионы кәдімгі жіберген. Екеуі рахаттанып отыр қазір. Сосын мен соттап атып жіберсең атып жібер. Бұны айтып отқан Сайлау Лепесов, желтоқсаншы. Қарабет, Назарбаев қазақтың жауы бұл. Қазақтың қас дұшпаны. Сондықтан бұны қазақтың қарғысы атсын. Қазақтың үрім бұтағыменен енді келіп, міне Ресейдің табанына қайтадан салып бергісі келіп отыр. Енді келіп, қайтадан Ресейдің табанына салып беріп отыр. Оған өткенде анау Абаев Дәурен дейтінмен үргізді. Үңгірдегі ұлтшылдық бұл деп. Сен адам есебінде сен болатын болсаң, Абайдан садаға кет. Ондай аты жөнді ұстап отқан. Абаев, Дәурен, сен адам емессің. Құдай қарғысы атсын сені. Bir қазақтан азайып көбеймей қояйық. Бірақ сен түптің түбінде осы. Ал біз осы намыстың жолында күресіп өлеміз, өлсек өлеміз. Ал бүгін қорқып болғандар ертең сен де өлесің. Құдайдың алдына сен де барасың, Құдайдың алдында назасына сен де қаласың. Сондықтан
халқым, қазағым, азамат болсаң, қолдайық. Мына билікті, бүгінгі биліктің аяғын бір етке тығатындай жағдайға жеткіздік. Келді. Халықты бұдан артық қорлау жоқ енді. Ал енді мына ақсақал бәрін айтты. Оған ешқандай қосарым жоқ. Бұл ақсақалдың айтқан бәрі дұрыс. Енді сендер диванда жатпаңдар. Жаппай шығыңдар. Біз қашан кетеміз? Бізге көмек керек. Аз ғана қалды. Енді құл болам десеңдер құл болыңдар. Мен құл болуға көнбеймін. Ұшы оққа ұшқаным жақсы. Қоян құсап қорққанша, арыстан құсап арпалысып өлемін. Біз құл емеспіз, соғысамыз. Соғысамыз. Бізге аз ғана адам керек. 4-5 мың адам болса, бұл үкімет шіріген билікті лақтырамыз. Басқа айтарым жоқ. Қазақ елі, менің ата-бабамды қазақтар қырған. Енді қазақ халқынан мен өшімді аламын деп айтыпты Назарбаев. Көптеген уақыт бойы халқымыз Назарбаевты қалмақ, яки, жоңғар, шал деп атап жүр. Ал халық данышпан, ақылды, халық бәрін біледі. Ендеше Назарбаев шынымен де қалмақ ба екенін біз анықтауға тырысып көрдік. Өз болжамыңызды комментарийге жазып, кейін салыстырып көріңіз. Біздің арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Назарбаевтың толық аты жөні Нұрсұлтан Әбішұлы деп білеміз. Яғни оның әкесі Әбіш деп айтылады Назарбаевтың жазған кітаптарында. Әбіш Шапрашының ауылы Шамалғанда тұратын өте кішіпей, мейірімді, ақкөңіл адам еді деп айтады сол ауылдың ақсақалдары. Олар кішкентай кезде Әбіш бүкіл ауыл балаларын еркелететін деп айтады. Әбіштің мейірбандығының себебі оның бедеу болыпты деп шындықты ашты Шапрашты ақсақалдары. Осында ең қызығы басталады. Шамалған ауылы Алатаудың етегінде орналасқан ауыл ғой. Ал Алатаудың ар жағында кезінде жоңғар хандығы орын алған. Дегенмен бесіктегі балаларды аяған Абылай хан ол жерде кейбір жоңғарды қалдырып, нәтижесінде жоңғардан қалған қалмақ халқы пайда болды. Осылай Назарбаевтың шешесі Әлжан коммунистер ссылкаға жіберген әкесімен бірге Алатау жаққа қарай жол жүріпті. Кейін олар қалмақ ауылында тоқтаған. Бірақ бір қалмақ Әлжанды әйел қылып алып, олар 3 бала туыпты. Нарыншира, яғни қазақша Нұрсұлтан, Болат, яғни қазақша Болат, Зарартсан, яғни қазақша сатып алды. Кейін қалмақ ауылына қазақтар келіп, зорланған қыз үшін кек алып, еркектерді өлтіріп тастайды. Ал әйелдерді өлімге қимай өз ауылдарына айдап әкетеді. Ешқашан балалары болмаған Болат Әлжанды асырап алып, ақыры емшіге барып, бедеулігін емдеп қыз туады. Оның аты енді қазақшалап Анипа деп қояды. Енді қарап көрсеңіз. Шынымен де елбасының әкесі Әбішке тек кішкентай қызы ұқсайды екен. Ешбір күмән болмасын, Назарбаев пен інісі Болат нағыз қалмақтар екен. Ал Әбіш Назарбаев тек қалмаққа жаны ашыған, қарапайым ақкөңіл қазақ еді. Қазақтың баласы Әбіш қалмақтың қандай қаншерге айналатынын білсе, көрген кезінде ақ өлтірер еді. Енді осы жайлы Кәрішал Асан атаның айтқанын тыңдаңыз. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы жазушы диссидент Кәрішал Асан ата. Кәрішал аға, жақында сізді арнайы бастамашыл топ Нобель сыйлығына ұсынды. Бұл мәселе қайдан шықты және бұл ұсынудың астарында не жатыр? Өзіңізді қалай сезініп отырсыз осындай жағдайда? Мен енді алып әуезіп Шыңғыс Айтматовтар алмаған премияға мен дәмеленуім маған сондай ауыр, ыңғайсыз да. Мен оны дәмеленіп жүрген жоқпын. Әлгі қолдаушы топтар сізді ұсынамыз деп өздері сондай ниет білдірді. Назарбаевты осы премияға ұсынған кезде мені де ұсынуы бұл енді Қазақстанда бұл сыйлыққа түсетін альтернатива бар дегенді білдіреді ғой деп ойлаймын. Соны көрсету үшін ана жігіттер әдейі сол кезеңді пайдаландау деймін. Осы Нобель сыйлығын Назарбаевтың ала алмауының 4-5 рет ұсыныла тұрып өтпеуінің себебі не деп ойлайсыз? Енді ол сыйлыққа лайық емес екендігін дәлелдейтін нәрсе ғой деймін. Басқа қалай түсінуге болады? Жақында Шаханов бастаған 100-ден астам қазақ зиялылары тіл мәселесін көтеріп ашық хат жазды. Ол хаттағы
бірнеше талаптың біреуі орыс тілінен ресми тіл мәртебесін алып тастау болды. Жалпы осы бастама қаншалықты өз уақытында болып отыр деп ойлайсыз? Енді мен бұны онша әлгі құптамаймын. Өйткені орыс тілін пайдаланбаса, Қазақстандағы мемлекеттік істің бәрі ол тоқтап қалудың маңында. Өйткені қазақ тілін тежеп келгендіктен қазақ тілі әлі сол өзінің мәртебесіне жетпей келе жатыр. Батыста 4 айдан асты мұнайшылар ереуілдеп жатыр. Сіз осы ереуілші мұнайшыларға не айтар едіңіз? Дәл қазір сол алаңда тұрған күннің астында, желдің өтінде. Ол мұнайшыларға сол алған беттеріңнен қайтпаңдар, өздерің талаптарыңды орындатқызыңдар дер едім. Ал осы ереуілшілердің осы ереуілдеу жолындағы болашағын қалай елестетесіз? Олар жаңа Арабиядағыдай жолмен, Ливиядағыдай жолмен кетіп қалады деп ойламайсыз ба? Радикалды түрде шешілуін қалайсыз өз басыңыз? Мен осыдан 2 жыл бұрын Жасалашта мақалам шыққан. Қазақстан халықтық революцияның қарсаңында тұр деп. Міне, халықтық революция деген осы. Бұл сол арабтардан бұрынырақ басталды. Егер де арабтағыдай шын мәнді көтерілетін болса, бұл Қазақстан бәрін төңкеріп тастайды. Шетелде жүрген бұрынғы бизнесмен, экс-банкир Мұхтар Әблязов жақында берген бір мәлімдемесінде Назарбаевтың жарты жылдық қана ғұмыры қалды. Тек саясаткер ретінде ғана емес деп бір емеурінмен оның жалпы денсаулығына да байланысты бір күмәнді тұспалды сөз айтты. Жалпы сіз өз басыңыз осы ескі оппонентіңіз Назарбаевқа не тілейсіз жеке өмірінде, болашақта? Мен біреуге өлім тілемеймін, өмір сүре берсін, бірақ істеген ісіне жауап беру керек. Кейбір саясаткерлер Назарбаев кеткеннен кейін оған тиіспейік, оның бүкіл жасаған егер қылмыс күнәлары болса кешірейік деген ұсыныстар айтып жүр. Істеген істерінің бәріне өзі жауап береді. Жақсы жағын халыққа рахмет айтып мүмкін. А жаман жағына ол соттың алдында жауап беру керек. Өйткені ана Мұбарак деген 32 жыл тұрды. А қазір раскладушкамен барып соттың алдында жауап беріп жатыр. Өкшеңізді басып, жас диссиденттер өсіп келе жатыр. Оларға қандай ақыл айтар едіңіз? Күрестің тәжірибесінен менің ойымда қалған зат, адам күрескен кезде ешқандай жол қалмаған кезде ол шын мәнінде күреседі. Сол шындап күрескен адам әрдайым аз да болса жеңіске жетіп отырады. Ол менің өз тәжірибемнен. Қазір жалпы осы қазақтардың бір рухани көсемі, айтқан тілін алғыза алатын, сөзін өткізе алатын, үлкен бір сөзіне ұйитын ақсақалы бар ма? Қалды ма? Ондай ақсақалды мен көріп жүрген жоқпын. Өйткені барлық ақсақалдар Назарбаевты мақтаумен жүр. Ол жақсылыққа апармайды. Ол дүниедегі өзінің келешегін ойламайды деген сөз. Биыл тәуелсіздіктің 20 жылдығы. Мұны біздің Назарбаев билігі кең көлемде атап өтіп, тек қана мақтау, мадақпен ғана айналысуға кіріскен тәрізді. Жалпы осы 20 жылда бір құдайшылығын айтайықшы, ұтқанымыз көп пе, ұтылғанымыз көп пе, тәуелсіз мемлекет ретінде? Бұл тәуелсіздіктің басынан бастап біз ұтылып келе жатырмыз. Өйткені тәуелсіздікті бізге әперген Назарбаев емес, Ельцин.
егерде Ельцин анау Беловежский пущыда қол қоймаса, СССР құламас еді. А Назарбаев сол анау кімге, Горбачевқа жағымпазданып, соған премьер-министр болам деп, соған бола барлық республика өзінің тәуелсіздігін алып кеткенде Қазақстан қалып қойды. СССР құлағаннан кейін 8 күннен кейін алдық тәуелсіздікті. Осыны қалай Назарбаевтың еңбегі деп айтасыз? Бәрін айтпай-ақ қояйық, кегендік одақ. Бұл неге апарады? Бұл келешек СССР-ға апарады. Назарбаевтан кейінгі Қазақстан қандай болу керек? Шын демократиялық ел болу керек. Біздің аталарымыздың өзі саясатын демократияға құрған. Барлық хандарымыз да, барлық билеріміз де сөзге тоқтаған, айтқан сөзін орындаған. А қазіргі биліктер сөз жүзінде бір нәрсені айтады да, іс жүзінде басқа бір нәрсе жасайды. Сондықтан бұл демократияға қарама қайшы дүние.